басыңызды денеңізді сулауға тырысыңыз. Себебі ең бірінші кездесетін жағдай ол күн сәулесінің соққысы. Орысша айтқан кезде солнечный удар дейді, немесе бастан күн өту деп айтамыз қарапайым тілде айтқанда. Сондай күн өтулерді болмас үшін көлеңке жерлерді іздейміз, болмаса жаңағы қолшатыр қолданамыз. Ең бастысы одан кейін жаңағы гидробаланс деп айтамыз. Ол жерлерді қаласақ та қаламасақ та терлейміз. 45 және одан да жоғары ыстық болғандықтан сусызданамыз, сұйықтықты жоғалтамыз ағзамыздағы. Соның орнын толтыру үшін, мысалға қарапайым біз үй жағдайында 2-2,5 литр тәулікке су ішу керекпіз. Ал ол жерде 2 есе артық ішу керек. Яғни 4-5 литрге жоқ су ішу керек. Тек егер жүрегінде созылмалы жеткіліксіздігі ХСЛ дейді, хронический сердечный недостаточность болатын болса, немесе бүйректің созылмалы жеткіліксіздігі ХПН деп аталады. Хронический почечный недостаточность болатын болса, ол адамдар күнделікті ішкенше ішеді. Бірақ егер өзі аузы құрғап шөлдеп тұратын болса, міндетті түрде іше берсін. Ешқандай не жоқ, қарсы көрсетілім жоқ. Егер аяқ қолы беті ісіп жатса, бірден маған келсін, көрінсін. Мен осылай ісіп жатырмын деп отыр. Ол кезде арнайы дәрілер береміз, кішкене зәр айдайтын, ісікті қайтаратын. Менде бәрі бар, Құдайға шүкір, уайымдамаңыздар.